12 витамин жетіспеуінің нәтижесінде ағзада гомоцистеин көбейеді және метил малонды қышқыл көбейеді. Екеуінің де мөлшері көбеюі ол ағзаға өте зиян болып келеді. Гомоцистеин ағзада қанда көбейсе, ол қан тамырға барып жиналып, өзіне лейкоциттерді жинап, соның нәтижесінде цитокиндер бөлініп, ол жерде қабыну процесі жүреді. Ол қан тамырдың кеңістігін тарылтып, қанның өтуін қиындатады. Екінші, гомоцистеин тромбоциттерді өзіне байланыстырып, ол жерде тромб түзіліп, қанның өтуі тағы да азайып, инсульт, инфаркттың пайда болуына алып келеді. Метилмалонды қышқыл ол нервтің талшықтарына, миелинді қабығына барып жиналып, ол жерде миелинді қабықтың жойылуына алып келіп, нервтерін өткізбей,